О работе акимов. Будут учить сельских акимов, которые должны быть своего рода гидами. О задолженности по заработной плате. Если 10 человек не получает заработную плату, можно говорить о проблемах, в общем-то, 40, как минимум. На эти и другие вопросы отвечает заместитель генерального прокурора Республики Казахстан Андрей Кравченко в новом проекте «Замтелемен». Ассалаумалейкум, ардағайын. Эфирде «Заң Телемен» бағдарламасы. Здравствуйте! «Заң Телемен» – это новый проект, позволяющий правоохранительным органам и экспертам разных направлений помочь нашим телезрителям найти ответы на самые важные вопросы. Бұл бағдарламаның негізгі мақсаты елімізде жүзеге асырылып жатқан мемлекеттік бағдарламаны түсіндіру, сонымен қатар заң жүйелерін халық арасында кеңінен насихаттау болып табылады. В этой студии изъясняются только языком закона. Ақтөбе облысына елордамыз Астанадан 200-ден астам арнайы маман келді. Бұлар кімдер және қандай мақсатпен келді деген сұраққа менің әріптесім жауабын іздейтін болады. В нашей студии заместитель генерального прокурора Республики Казахстан Андрей Николаевич Кравченко. Здравствуйте, Андрей Николаевич. Здравствуйте, Гульнара. Нам стало известно, что в Актубе приехала большая делегация чиновников и экспертов из города Астаны для того, чтобы решить социально-экономические проблемы Актюбинской области. Расскажите, пожалуйста, задачи, которые стоят перед делегацией, и о содержании ее работы. Это специалисты самого разного профиля, которые приедут и будут приезжать. Это не все сразу, в один момент. Они будут приезжать в разные моменты, но в целом их будет около 200 человек. И они будут работать здесь. Собственно говоря, для чего они приезжают? Они будут работать по проблемам тем, которые стоят перед местной властью. 7 направлений работы, и прежде всего среди них я бы отметил, значит, это экономическую составляющую. Сюда приедут и уже приехали представители Министерства экономики, вместе с ними Национальной палаты Атамекен, институтов развития, правительства для граждан. Что они будут делать? Они будут пробовать доводить до граждан, значит, опыт работы различных бизнесменов со всей страны. Как, собственно говоря, организовывать стартапы, свой бизнес, почему, как и... С чего начать? Да, с чего начать, куда идти, где можно получить кредиты. Ведь на самом деле у государства очень много различного рода программ поддержки начала предпринимательской деятельности. Однако многие люди просто этого не знают. О которых нужно рассказывать и доносить информацию до населения. Предполагается, что они в том числе будут учить сельских акимов, которые должны быть своего рода гидами для начала бизнеса, для населения. Они должны рассказывать, как, в общем-то, можно себя занять и, в общем-то, как построить успешный бизнес. И я думаю, что это очень-очень важное направление, потому что это помогает людям с уверенностью смотреть в будущее и по-другому совершенно реагировать на все, что происходит вокруг них. Есть направление, которое будет проводить Министерство социальной защиты и здравоохранения здесь. Значит, что они предполагают делать? Во-первых, они будут смотреть на безработных людей, потому что очень важно понять, почему человек в какой-то определенный длительный период не может найти себе работу. Сегодня мы говорили, что к нам приезжают столько много людей с различного рода государств, значит, работают здесь, зарабатывают здесь и за пределы нашей страны отправляют миллиарды, в общем-то, тенге. А мы там безработным платим всего лишь 420, там, по-моему, я не помню, миллионов в пособиях. И как вот эту вот сумму просто соразмерить с тем, что уходит за пределы. Получается, что работа, в общем-то, в Казахстане есть. Значит, нужно помочь людям найти эту работу. Кроме того, естественно, есть какие-то проблемы пенсионеров здесь, в регионе. Есть проблемы тех людей, которые никак не могут получить какие-то пособия.
Очень важно, что эти эксперты, эти люди поработают непосредственно с каждым человеком, допустим, с женщинами, которым вот-вот выходить на пенсию. Значит, или в декрет. Или в декрет, да. Я так понимаю, что они постараются достучаться до каждого человека, который имеет... Адресная такая, да? Адресная помощь. Вот именно, адресно. Значит, там много заложено различного рода интересных вещей, и я думаю, что тоже здесь предстоит очень интересная работа. Еще раз хочу подчеркнуть, это вообще это не проверки, это нужно садиться, это нужно разговаривать, идти к людям, это нужно работать вместе с местной властью, с теми людьми, кто на местах, в общем-то, ответственен за это, и постараться помочь. В результате чего этого всего будет? Значит, в результате появится некая методика или некий такой сборный материал, который можно будет оценить и для себя понять, значит, в каком направлении двигаться. Не только теперь уже по Актюбинску, но и в любой другой области Казахстана, куда мы, наверное, потом будем ехать. Я думаю, не ошибусь, если скажу, что один из самых главных вопросов социального блока – это невыплата заработной платы. Представьте, если глава семейства не получил свои кровные, страдает абсолютно вся семья. Куда человеку, который не вовремя, либо вообще не получил заработную плату, обращаться, куда, кому, и могут ли прокуроры помочь тому, кто оказался в такой ситуации? Да, это еще один вопрос, который тоже находится в поле нашего внимания всегда. Естественно, что, значит, очень много на самом деле инстанций, куда можно обратиться. И это кроме суда и органов по защите трудовых прав, это, конечно, прокуратура. Мы все время обращаем внимание на этот вопрос. Почему? Потому что с нашей точки зрения человек, который не получил заработную плату, он, собственно говоря, скорее всего будет как раз-таки думать о том, чтобы встать на путь преступления, потому что ему нужно кормить семью. И когда мы видим, что одному человеку не выплачивается заработная плата, у нас так есть между собой, мы говорим, коэффициент семейственности, мы примерно, это примерно в среднем по Казахстану, наверное, около 4, да? И мы всегда одного человека умножаем на 4, то есть мы говорим, если 10 человек не получает заработную плату, можно говорить о проблемах, в общем-то, 40. Как минимум 40 по Казахстану, у нас есть и больше семьи, правильно? И для нас очень важно, поэтому мы защищаем трудовые права граждан, любые, не только заработная плата, любые трудовые права граждан. Если человек сам не может защититься через суд, мы вносим акты прокурорского надзора. Я вам хочу сказать, что, по-моему, за прошлый год мы защитили трудовые права порядка 150 тысяч человек. И зарплату мы восстановили где-то на 4,5 миллиарда тенге. То есть, я думаю, это достаточно весомая помощь, да. Тем более есть регионы, где, в общем-то, самая небольшая зарплата имеет значение. Конечно. Андрей Николаевич, хочется сказать спасибо вам за беседу. А мы вернемся в студию буквально через несколько секунд. Бүгінгі біздің бағдарламамызда еліміздегі өзекті әлеуметтік мәселелер жөнінде сұхбатты жалғастыратын Қазақстан Республикасының денсаулық сақтау әлеуметтік даму министрлігінің вице-министрі Біржан Бидайбекұлы Нұрымбетов жалғастырады. А компанию Биржану Бидайбековичу составит заместитель председателя фонда «Даму» Мирас Бисимбаев. Добро пожаловать! Студиямызға қош келдіңіздер. Біржан Бидайбекұлы, қазіргі таңда біздің елімізде еңбек нарығында қандай өзекті мәселелері бар? Егер қандай да бір мәселе болса, оларды жұмыспен қамту 2020 бағдарламасы аясында шешуге бола ма? Жұмыспен қамту мәселесіндегі бүгінгі еңбек нарығындағы жағдайға келетін болсақ, ресми статистикаға жүгінсек, бізде еңбек нарығында жағдай тұрақты деп айтуымызға болады. Соңғы 10 жылдың ішінде бір оң динамикамыз бар. Бүгінгі таңғы жұмыстық деңгейі 5% құрайды. Дегенмен де жұмыспен қамту мәселесі елімізде өте өзекті мәселе. Оның бірде бір себебі келесіде. Сол 5%-ымыз, мысалы статистика бойынша, ол 447 мың адам Қазақстан бойынша.
Оған қосымша біздің елімізде 2 миллион жүзден астам өз бетінше жұмыспен қамтылып жүрген азаматтар бар. Ол кез келген мемлекет үшін жаман емес. Өздерінің тіршілігімен айналысып жүрген азаматтар, бірақ соның ішінде статистика бойынша 309 мыңнан астамы нәтижесі жұмыспен қамтылған. Екі сөзбен айтқанда, олардың табыстары сол күнкөрістен аспайды. Сондықтан олардың бәрі де жұмыссыз деп санауға болады. Сондықтан біздің елімізде 760 мыңнан астам тұрақты жұмысты, тұрақты табысты қажет ететін азаматтар бар. Бұл негізгі біздің еңбек нарығының проблемасы. Сондықтан біздің мемлекеттің тарапынан сол азаматтарға біз я болмаса жұмыс тауып беруіміз керек, мүмкіндігінше тұрақты. Я болмаса оларды кәсіпкерлікке қолдап, кәсіпкер жасауымыз қажет. Енді жаңа дұрыс айттыңыз, халықты жұмыспен қамту бірінші кезекте экономикамыздың даму қарқынына байланысты. Жаңа өндірістердің құрылуы, жаңа жұмыс орындарының құрылуы дегенмен де онымен қатар арнайы жұмыспен қамту бағдарламаларымыз бар. Оның ішінде қазір елге танымал жұмыспен қамту жол картасы 2020. Соның аясында біз әрине осы халықты жұмыспен қамту неше түрлі құралдарын пайдаланамыз. Осы жылға келетін болсақ, жұмыспен қамту жол картасына биыл өте айтарлықтай қаражат бөлінді, 128 миллиард теңге. Оның ішінде Ақтөбе облысына 4,5 миллиардқа жуық қаражат бөлініп отыр. Осы жылы осы бағдарламаға 112 мың адам қатысып отыр 8 айдың ішінде. Бұл бағдарламадан біз қандай көмек көрсетеміз халыққа? Оның бірнеше бағыты, бірнеше құралдар бар. Біріншісі, біз елді мекенде, басым ауылды елді мекендерде әлеуметтік нысандарды, жолдарды, абаттандыру жұмыстарын өткізіп, сол жерге уақытша болса да халықты жұмыспен қамтимыз. Ол бір жағынан халық жұмысқа ие болып, кішігірім табысқа ие болса, екінші жағынан бұл ауылдағы әлеуметтік инфрақұрылымды қолдау. Екінші жағынан бізде ауыл мен қаланың арасындағы айырмашылығы, ауылда бір өндіріс қалаға қарағанда көп емес. Ол жерде тұрақты жұмыс орындар ашыла бермейді. Сондықтан ауылда табыстың көзі кәсіпкерлік. Малмен айналысумен, егінмен айналысу. Сондықтан біздің бағдарлама бойынша тек ауылды жерлерде азаматтардың жұмыссыз жүрген, өз бетінше қамтылғандардың кәсіпкерлік бастамасын қолдау тетіктері бар. Оның негізгі құралы шағын несие беру. Біз жеңілдетілген шағын несие береміз. 3-6 миллион теңгеге дейін, 5 жылға дейін. Оның жеңілдіктері бар. Соңғы жаңа проценттік ставкасы 6%-дан аспайды. Мына бағдарламаны бастағалы бері бізде 40 мыңнан астам азамат сол шағын несиелерді алып кәсіпкер болып кетті. Осы жылы біз 8 айдың ішінде Қазақстан бойынша 5 мыңға жуық азаматқа шағын несие бердік. Олар өз кезегінде 4800 адамды, өзінің көршілерін, сол тұрғындарды тағы қосымша жұмысқа тартып отыр. Үшінші бағыттары, біз мынау жұмыс орындарына бар қажеттілікке қарай жұмыссыз жүрген азаматты оқытып барып жұмысқа орналастыруымыз керек. Біздің жұмыспен қамту жол картасының ерекшелігі, біз білім беру жүйесімен қатарласпаймыз. Біз тек қана ол азаматты ертең күні жұмысқа орналастыра білсек қана оқытамыз. Ол дегеніміз, жұмыс беруші әуелі өзінің сұранысын бере тұра, біз сол жұмыс берушіге қажетті маманды оқытамыз. Бірақ біздікі қысқа мерзімдік оқыту, ол қайта даярлау, біліктілігін арттыру, сөйтіп әлеуметтік контракт бойынша жұмыс берушіде қатысып, ертең оқуын бітіргенде жұмысқа қабылдап жатады. Бүгінгі күнге біз республика бойынша 8 айда 5200 адамды соған жолдап, оның 3700-і аяқтаса, 3,5 мыңын сол жұмысқа орналастыра білдік. Және де бізде енді бір әлжуаз топтар бар, нысаналы топтың азаматтары, олар жұмысқа орналасуға кішкене болса да бір саты қиындау. Ол, мысалы, мүмкіндігі шектеулі жандар. Ол, мысалы, бостандығынан айырылған орындардан қайтып келген азаматтар. Ол, жаңағы жетім балалардың үйлерінен шыққан түлектері. Сондықтан оларға әлеуметтік жұмыс орындары деген бар, кәсіп орындармен келісіп, сол әлеуметтік жұмыс орындарына бір жылға дейін біз 12,5 мың адамды тарттық. Және де жас түлектерге оқу бітіріп келген жастар практикасы деген тағы да бір құралымыз бар, оған 13 мың адамдай орналастырып отырмыз. Бұл жерде бір қорытынды айтып кететін жағдай, біздің құралдарымыз бюджеттің есебінен жасайтын ол уақытша жұмыс орындары. Ол қажет. Бірақ әрине тұрақты жұмыс орынға біздің жалғыз бір көзіміз бар, ол кәсіп орындарда вакансия ашылған жағдайда біздің жұмыспен қамту орталықтары еңбек делдалдығы деген түсінік бар, соларды жолдама жіберіп, сол азаматтар жұмысқа орналастырамыз. Осы жылы біз 8 айдың ішінде 63 мың адамға осындай бос вакансияға жұмыс таба білдік.
Ақтөбе облысында 7.000-нан астам азаматтар жұмысқа орналастырдық. Осы жұмыс жалғасып жатыр. Бірақ жұмыспен қамту жол картасы ол жалғыз ғана сомен шектелмеу керек. Біздің жұмыспен қамту мәселелері. Сондықтан біздің елімізде басқа да мемлекеттік, өкіметтік бағдарламалар іске асырылып жатыр. Нұрлы жол, индустриялық-инновациялық даму, сол бағдарламалардың шеңберінде неше түрлі жобалар іске асырылып жатыр. Сол жобалардың біз мүмкіндігінде пайдалануымыз керек. Соны ескере отырып, бізде әр өңірде жұмыспен қамтудың кешенді жоспары жасалынады. Сол кешенді жоспарлар бойынша бүкіл мүмкіндіктерімізді пайдалансақ, біз осы жылы 417.000-нан астам азаматты осындай барлық шаралармен қамтимыз деген жоспарымыз бар. Соның 313.000 азаматты осы күнге дейін қамтыдық. Осы жұмысты біз аяғына дейін өзіміздің жоспарлаған көрсеткіштерімізге жетеміз деп сенеміз. Осы шаралардың арқасында қазіргі күнге еңбек нарығында жаңа айттым, жұмыссыздық деңгейі 5% деңгейінде сақталып отыр. Мирас Берикович, Биржан Бидебекулы только что сказал о том, что развитие бизнеса на селе – это появление рабочих мест в первую очередь. Не рисково ли в кризис открывать свое дело и на какую поддержку может рассчитывать молодой предприниматель, начинающий свое дело? Здесь ставились вопросы именно о занятости. Нами проводилась предшествующие дни работа в Мугалджарском районе. Там были проведены мероприятия по разъяснению местному населению о тех государственных программах, которые реализуются для поддержки предпринимательства. В стране сейчас существует достаточно инструментов по поддержке бизнес-инициатив граждан. Мы рассказывали о мерах поддержки, таких как субсидирование, гарантирование, предоставление льготного кредитования, меры поддержки предпринимателей по линии Казагро, также те программы, которые реализуются в рамках программы занятости. Бизнес, он всегда предполагает определенный риск, инициативу от человека. Но здесь, наверное, вопрос стоит больше в том, что есть ли основа, есть ли условия для того, чтобы этот бизнес начинать. На сегодня мы можем сказать, что, по крайней мере, те районы, которые мы посещаем, да, там есть люди, которые хотят открыть свое дело. В основном там вопросы касаются земельных отношений, вопросы, связанные с предоставлением земельных участков для занятия сельским хозяйством, либо предпринимательской деятельностью. И вот на вот эти инициативы мы рассказывали людям, как можно наложить те меры господдержки для того, чтобы их идея она превратилась в реальный бизнес-проект. Мы рассказывали, вот еще раз повторюсь, о субсидировании, о гарантировании. Тут важно отметить, что на селе фонд ДАМУ предоставляет гарантии в размере до 85% от суммы займа. То есть мы основную часть риска берем на себя. Люди с интересом, надо сказать, слушали. Ну и в рамках вот этой проводимой большой работы мы надеемся, что некоторые из них, кто посещал наши курсы, семинары, все-таки откроют бизнес. Всех людей мы записали, контактные телефоны, имена, фамилии, тот проект, который человек хочет реализовать. И мы для себя такую вот поставили цель, что мы будем их консультировать, заполнять за них отчетность, вводить за руки в банк, помогать на уровне отработки банковских документов. Ну и надеемся, наверное, что кто-то из них или большинство откроет свой бизнес. Для этого все необходимые меры государственной поддержки, я полагаю, что есть. Вы уже побывали в нескольких районах нашей области. Охотно ли актюбинцы идут на контакт? Предшествующие дни мы работали в Мугалджарском районе. Первый день мы как раз-таки рассказывали о тех госпрограммах, которые есть. Второй день работа была выстроена с акимами сельских округов для того, чтобы они непосредственно на территории, на месте могли людям давать консультации. И, кстати, всем понравилось, мы организовали тренинг для молодежи, местной молодежи по основам предпринимательства. На этом тренинге приняли участие, мы посчитали, примерно порядка 130 человек. Порядка 40 человек получили консультации. И, вы знаете, видно, что люди хотят заниматься предпринимательством, активность есть. То есть, если человек интересуется, если человек приходит на семинары, что-то познает, это уже само по себе говорит, что у людей есть инициатива. Жұмыспен қамту жол картасы аясында жастарға қандай көмек көрсетеді? Әрине, біз аралап жүрген ауылды елді мекендерде жұмыспен қамтылу мәселесі өзекті мәселе.
Көп жерде жаңа жоғарыда айтып кеттім, жаңа өндірістер, жаңа жұмыс орындары жоқ. Сондықтан кәсіпкерлікпен айналысу қазір өте маңызды. Сондықтан біздің бар тетіктерімізге ауылдың тұрғындары қызығушылық танытып жатыр. Оның ішінде көпшілік сол жерде кездесіп жатқан азаматтар сол кәсіпкерлікпен айналысып жатқандары көп. Осы біздің жұмыспен қамту жол картасының құралдарын пайдаланып қатысушы болып жүрген азаматтар көп. Әрине, бұл жерде өзінің жаңа шағын несиені алған кезде кез келген біздің заңдарымыз не болса оның нормативтік актілер халықтың мүддесін ескеру бірінші кезекте. Сондықтан осы қазір бәріміз бірлесіп облыстық азаматтар әріптестерімізбен өңірге шығып жүргенімізде өте пайдалы. Мысалы, сол шағын несиені алған кезде біздің қаржы институттарымыздың талап ететін құжаттарының көптігін айтады. Мысалы, ол да бір жоғарыда бір нақты қарап бір шешім қабылдайтын дүние. Мысалы, жұмыс орындарына бару үшін кеше ауылда Алға ауданында айтып жатыр, біз шаруа қожалығында жұмыс орны бар болғанда ол жерге барғымыз келмейді, себебі олар бізбен еңбек шарт жасамайды деген әңгіме айтады. Бізде еңбек заңдылығы бойынша еңбек шарт жасалу міндетті, еңбек шартсыз адамды жұмысқа тартуға болмайды, оған тыйым салынады. Бұл жерде заңның талабы бар, бірақ соның орындалуы кішкене орынсыз. Сондықтан бізбен бірге осы облыста мемлекеттік еңбек инспекция деген орган бар, солардың басшылары да бірге болып, бүкіл қожалықтардың бәрін жинап, осындай түсіндіру жұмыстарын жүргізіп, көптеген азаматтардың еңбек шарттары сол күнде жасатып сөйтіп жатырмыз. Сондықтан бұл жерде бір жағынан түсіндіру жұмыстары да өте қажет. Сол шаруа қожалықтар, кәсіпорындар өздерінде жауапкершілігін түсіну керек. Бір жағынан, екінші жағынан әлеуметтік жауапкершілікте ол жағдың тараптарына болған өте орынды. Еліміз бойынша жұмысшы азаматтар алдында жалақыдан қарыздарын өтеу жұмыстары қалай атқарылып жатыр? Сонымен қатар бүгінгі күнмен алғанда жалпы жалақыдан берешек мөлшері қанша? Әрине, біз жұмыспен қамту мәселесін айтқан кезде жұмыс істеп жүрген азаматтардың табысы тұрақты болуы өте маңызды. Сондықтан жалақыдан берешек өкінішке орай елімізде бар. Ол мемлекеттің бақылауында. Өкінішке орай бүгінгі таңға бізде жалпы жұмысшының алдындағы жұмыс берушінің қарызы 1 миллиард 480 миллион теңгеге тең. Бірақ республика бойынша. Бірақ оның басымы 1 миллиард 142-сі бұл банкроттыққа ұшыраған мекемелердің қарыздары. 86 мекеме бізде бүгін банкроттыққа ұшыраған 3000 адамның алдында қарыздары бар. Оны конкурстық басқарушылар өзінің заңы бар, тәртібі бар, сонымен сол мекемелердің банкроттыққа ұшыраған мүлігін сата тұра өз кезегімен оның бәрін өтейді. Ал енді бізде ағымдағы немесе мерзімі өтіп кеткен жалақыдан қарыздар болады. 3 айдан асып кетсе, мерзімі өтіп кеткен қарыз болып саналады. Қазір бізде елімізде 136 миллион теңгеге 16 мекеме сондай қарызын бар болып отыр. Ол мекемелерге 3 айдан асса бүкіл шараны қолданып, соттың шешімімен оның әкімшілік шараларын бәрі толығымен қолданып, қазір сот орындаушылары олармен айналысып жатыр. Жалпы жыл басынан біздің мемлекеттік еңбек инспекторлары, прокурорлардың тарапынан 5 миллиард 400 миллион берешек пайда болып қана айқындалып, тиісті шаралармен соның 5 миллиард 100-і өтеліп, халыққа 37 мыңнан астам халықтың мәселесі шешіліп отыр. Құрметті көрермендер, осымен бүгінгі біздің бағдарламамыз өз соңына келіп жетті. Сіздермен бірге эфирде болған менің әріптесім Динара Жаналина и Ербол Шыма. Көріскенше күн жақса, еліміз аман, жұртымыз тыныш болсын. Сау болыңыздар. До новых встреч в эфире!